Ал енді не десе де осының ортасында жаңағы бас бақан дейді ғой, бас бақан боп. Арасында осындай қақтығыстар, топтардың, саяси, кландық топтардың арасында қақтығыстар. Ошо бир үміт бар да, қазақ еліне еркіндік рухын кішкене ашып қойса деген эле. Қазақстанның тәуелсіздігі ішінде маңызды кезең тұрды деп ойлаймын бұл қазіргі уақытта. Біз президентпен біргеміз. Соңғы күндері азаматтар арасында осы ұран жиі айтылып жатыр. Шынымен де, осындай алмағайып кезде мемлекет басшысымен қолдап қасында бірге болған дұрыс та шығар. Тіпті шетелдік сарапшылардың өзі мұндай бүліктің арты жақсылыққа апармайтынын айтып, шынында да дәл қазір халықтың бірлігі дұрыс деген пікір айтып жатыр. Оның үстіне сарапшылар қазіргі жағдайда Қазақстандағы бейбіт шерулердің арты клан аралық шайқасқа ұласып кетті деген ұстанымда отыр. Бұл жерде былай айтқанда сау сиырдың боғы жоқ деп айтуға болады жалпақ қазақтың тілімен. Екінші күйеу баланың қатысы бар ма? Ол басқа топқа. Ол өзінің ойыны. Менің естуімше сол күйеу балалары інілерімен сол таласқа шығып, қызы қосылып, сол ұтылып, мына екі генерал інісі былай айтқанда алға шығып кеткен деген сондай сөздер бар. Бұл биліктің өзінде бірлік, сол басшылардың өзі бірлік болмай, арасында осындай қақтығыстар, топтардың, саяси, кландық топтардың арасында қақтығыстар, осындай халықтың, азаматтардың, адамдардың өліміне әкеледі. Осындай тұрақсыздыққа әкеледі. Сондықтан биліктің өзінде бірлік болмай, қоғаммен өзі және қоғамның арасында бірлік болмай, біздің тәуелсіздігімізге әрқашанда қауіп төніп тұрады. Мен ойымша бұл билікті Қасым-Жомарт Тоқаевтың және оның айналасының өзіне толықтай шоғырландыруға талпынысы деп бағалауға болады деп ойлаймын. Криминалдың қолыменен жаңағы атып қойып шығып кетішеді. Же магазинге барып талқалап қойып, жөнөкөй қарапайым елім ошоға провокация қалдырып береді да илініп кетеді. Ошоның бары негіздерінің бары бұл қазақ ел емес. Бұл қазақ елінің дұшмандары. Бұл сырттан емес. Ошоле иштегиле қазақ атайын қызматкерлер қылған. Ал енді Қауіпсіздік кеңесінің департамент басшысы Алматының тікелей сатқындыққа барған. Оны Дутбаев деген өзінің бір Facebook парақшасында жазыпты. Қызметкерлеріне, өзінің қарауындағы қызметкерлеріне бұйрық берген. Барлықтерің жұмыстарыңды қойып, үйдегі тараңдар. Олар тараған кезде ана бас кесерлер келіп, кеңсені алған, бар қоймадағы барлық қару-жарақты алған. Бұл тура сол ана ДКНБ басшысының қылмысы. Нағыз сатқындық, олай айтқанда мемлекетті сату сатқын. Біздегі бүлікті басқа емес, бүтін бір елдің қауіпсіздігіне жауапты комитетті басқарып отырған Кәрім Мәсімовтің өзі бастап отырған соң, басқа не айтамыз? Өте күрделі өзгеріс. Себебі соңғы жылдары Қазақстанды шынайы басқарып тұрған Кәрім Мәсімов болды. Себебі оның мықтылығында емес, оның ілгектері көп болды. Елбасының өзіне, оның айналасына. Өзінің бұлай басқару, саяси, ондай қабілеті төмен болғандықтан, бұлар топтасып, бұлай айтқанда сол шешіп отырды. Орысша айтқанда разводка дейді ғой. Бір қылмыс топтардың басшылары секілді, мынаны сен ал, мынаны мен ал, мынау бюджетті, байлықты бөлшектеумен отырды. Бұлардың мемлекеттік басқару деп түсінгені сол. Ең басында Кәрім отырды. Бәріне ілгегі бар. Бірақ Кәрімге де кейбіреулердің ілгегі болды да, олармен де ол санасты. Ішкі істер министрлігінің бастығы Шапрашты Тұрғынбаев бір-бірін сөйтіп, өз мәселелерін шешіп отырды. Мемлекет деген, бұлай айтқанда, басқарусыз қалды. Ал енді не десе де, осының ортасында жаңағы бас бақан дейді ғой, бас бақан боп Кәрім. Ал енді оны қамауға алды. Бұл енді Қасым-Жомарттың ерлігі. Сөйтіп бағалау керек. Енді аяғына дейін жеткізбесе, әлгі жыланның құйрығына басуға болмайды. Міне,
ол кері жаңағы әсерін беруі мүмкін. Сол себептен аяғына дейін жеткізу керек. Енді алдағы уақытта әрбір осындай трагедия, осындай үлкен саяси оқиғалар орын алған кезде міндетті түрде кінәлілер кім деген сұрақ туады, және кінәлілерді публично жазалау бұл болу керек мәселесінің біреуі. Енді Кәрім Мәсімов Қазақстанның билік иерархиясындағы соңғы адам емес, осы уақытқа дейін өте ықпалды адамдардың бірі болып келді. Және Мәсімовтен бөлек бірнеше адамдар айтты ғой, бөлек басқа да азаматтар деп. Және ол азаматтардың кім екені де өте маңызды сұрақ. Және қазір кітапхана мен Ақорданың арасындағы коммуникация қаншалықты деңгейде, осы да маңызды сұрақ деп ойлаймын. Алдағы уақытта осы оқиғаларға кімдерді кінәлі деп табылатыны осы екі арадағы мәселеге байланысты сияқты. Ана немен жаңа Масимовты қармап, екі орынбасарын алып салмады ғой. Ошону тергөөнү ачык жакшы жүргүзүш керек Токаев. Чын эле Масимовпу, чын эле атайын кызматты саботаж кылып, же ошо криминалдарды киргизгенби депчи. Анын ордуна кыргыздар кыйылып коюп атпайбы? Жана күнөөнүчү. Сондықтан бұл жұмысты қазір тергеу арасында бұл тек қана ұлттық қауіпсіздік комитеті ме, ішкі істер министрлігі бар, әскерлер бар, басқа да мемлекеттік органдар да бар. Соған сыбайлас болып жүрген жаңағы серіктес болып жүргендердің бәрін анықтап, түбегейлі әрине жою керек. Жалпы бүкіл биліктің әрбір тармағындағы қолдаушыларды, сондай пиғылдары бар азаматтарын анықтау керек. Әрине бұл бір шаш-шал десе бас алатынға келмеу керек қазір. Бәрінде айыптап, бәрінде террорист, бәрінде бандит деп, арасында кездейсоқ, арасында алданып қалған азаматтар бар, соның арасын бөле жару керек. Ұрандатып жаңағы өлеңін оқып жүргендердің арасында да бір жаман пиғыл болды деп ойламаймын. Олар халықтың бір наразылығын, назын жеткізіп жүрген азаматтар бар. Соны бәрінде әділетті қарап бір шешім қабылдау керек. Осы тергеу жұмыстары тез арада аяқталмай, мен ойлаймын, бұл толық тұрақтылық қалыптасты деп айту әлі ерте. Айтқандай тұр осы жерден жаңа КМБ-нің басшылары барды, жалайырлар. Шапраштың орнына жалайырлар барды. Енді олар шындыққа жете ме? Жоқ, өз шындығын, өз саясатын құрама, аналарды қайталап. Сол себептен бір жерде сұрақтың үстіне сұрақ. Қасым-Жомарт Тоқаев жаңа үкімет басшысын парламентке ұсынып, содан кейін жаңа министрлер кабинетін жасақтамақ. Жалпы президент саяси реформалар жасаймыз деді. Бұл реформалар қай бағытта жүреді, қалай және кім үшін болмақ? Күн тәртібінде үлкен мәселе халық неге көшеге шықты. Неге жаңа өзеннен бастап бүкіл Қазақстан бойынша ол содыр террористерден бөлек халықта шықты ғой еріп. Олардың белгілі бір талаптары болды. Мемлекет басшысы ол туралы айтты, бәрі ретімен шешіледі деп. Енді соны біз қорытынды жасап, неге ондай осыны біз жеткіздік? Неге мынау қымбатшылық, азық-түлік болсын, газ болсын, жалпы басқа да көптеген экономикалық және саяси талаптар көтеріле бастады. Сондықтан бүгінгі күні біз қазір жаңа үкіметтің өзі бұрынғыша жұмыс істемеу керек. Соның ішінде тек қана жаңа үкімет емес, біздің өзіміздің парламенттің өзі де жаңаша жұмыс істеу керек. Иә, ол енді бізде Конституцияда, жалпы сайлау заңында партиялық негізде қалыптасады парламент. Бірақ кеше халықтың талабының бірі бұл шын мәнінде тек қана партиялар емес, өңірлердегі тұлғалар ретінде бұрынғы округтерден депутаттардың сайлауын көтеріліп жатыр. Мен оған өзімді толық келсем, шын мәнінде партиялық тізім болсын, бірақ тағы бір бөлігі ол бөлек-бөлек округтерден келсін. Әрбір өңірден халықтың өзі тікелей сайлайтын, халықтың алдындағы беделі бар, белсенді біздің жаңа саясаткерлер келу керек. Сондықтан бұл парламентке деген жалпы халықтың арасындағы сенімдігі артады деп ойлаймын. Ал енді өзгертсеңізсек, партиялар десек, мүмкін жарты құрамын сол партия тізімдері арқылы. Бірақ тіркелмеген партиялардың бәрін тіркеу керек.
учаскелік комиссия, сайлау комиссияларының, орталық сайлау комиссияларының құрамынан бірде-бір бюджеттік мекемелерде істейтін мұғалім, дәрігер, шенеуніктердің біреуін қоспау керек. Жаңағы қоғамдық ұйымдар, тіркелмеген партиялардың өкілдерін комиссияға. Ана Дариғаның құдасы Имашевтің көзін құрту керек ана орталық сайлау комиссиясына. Міне, сөйтіп осындай референдум бар, бірден мәселені шешіп, сайлауға өтуіміз керек. Халық егерде міне биліктен де өзіміз сайлаймыз деп, жағындай округтар арқылы депутаттарға дауыс беретін болса, сенім өседі. Мен ойымша, бірінші кезекте осы Тоқаев, Назарбаев секілді бүкіл билікті өз қолына алуға талпынбау керек. Ол үшін міндетті түрде биліктің тепе-теңдік тежемелік принципіне жүгіну керек. Яғни парламент пен сот билігіне барынша тәуелсіздік беру керек. Бірақ қазіргі төтенше жағдайдағы Тоқаевтың әрекеттеріне қарасақ, бұл Қазақстандағы авторитарлық президенттік билікті сақтап қалуға талпын сияқты көрінеді. Қазір екі генералдың бірі шапырашты. Енді оны тура айту керек бүгін. Сот, барлық май-шелпек әлгі майлы жерлерде сол шапырашты судьялар отырды. Анда да, мұнда да шіреніп, шалқайып кет. Абылай адами тұрғыдан, саяси, кәсіби деңгейін қарасақ, өңкөй былай айтқанда бір бейшаралар. Бірақ шапырашты. Ал енді шапыраштылар елбасының өзін көрге тартты. Тұры сөйтіп айту, көрге тартты. Сол себептен туысқандық бұл жерде жүрмейді. Енді Қасым-Жомарт мынандай ерлікке барды. Мына Масимовті қамауға алу деген үлкен ерлік. Қарсы тұру ерлік. Янукович секілді қашып кетпеу, ол да ерлік. Ал енді бұл қалай жалғастырады? Қалай жалғастырады? Мына генералдар бәрін тазалай ма? Жоқ. Тұр аналардың жолдарына түсіп, қалталарын толтыра ма? Бұл жағдайлардан Қасым-Жомарт Кемелұлы қандай сабақ алу керек? Туысқандарға сүйенуге болмайды. Тоқаев қазір енді болса да репрессияға қазір бүтпей, жұмшарық саясат жүргізсе, оттепелі Өзбекстанда. Ошонда жана лидерлерді бақса, біз ойлаймыз, оппозициялық лидерді бағыш керек. Бақпаса, ошында учурларда қиын болып қалады. Ошон үчүн эми түшүнүк келди болуш керек. Ошол эле кыжа келдимби же дагы чоң аябай акылдуу азаматтарды казак эли алып келиш керек. Ошого шарт түзүп бериш керек. Демек, ол үчүн сөз эркиндиги, саясий партияларды, оппозицияларды тең укукта бир баягы кой бериш керек, сөз эркиндигин бериш керек. Ошондо гана пайда болот. Ошо бир үмүт бар да, казак элине эркиндик рухун кичине ачып койсо деген эле. Анда болсо казактан мындан да күчтүү мамлекет болот. Енді бұл жерде маңызды сұрақ, Тоқаев осы жағдай тұрақтанғаннан кейін толықтай билікті өз қолына шоғырландыратын болса, қауіпсіздік кеңесіне қосылғанда бүкіл мынау енді қазір күштік құрылымдағы басшылыққа ауыстырып жатыр ғой. Ол Назарбаев дәуіріндегідей өзінің төңірегінде жаңа олигархтардың толқынын қалыптастыра ма, әлде Назарбаевпен бірге қалыптасқан олигархтар Тоқаевпен бірге жұмыс істей ма, соған да тікелей байланысты. Және шенеуніктерге ол ірі олигархтардың да ықпалын жоққа шығаруға болмайды. Сол себепті алда меніңше жағдайға байланысты көруге болады. Бірақ өз басым позитив өзгеріске бір сигналдар көріп тұрған жоқпын. Дәл қазір халықты алаңдатқан ең маңызды сұрақ олигархтардың дәурені өтті ме? Шынымен де ат төбелінде ғана аздаған алпауыттардың мүддесі үшін елдегі заңда дайындалып, барлық шара солар үшін жасалатыны жиі айтылып келген болатын. Ал енді миллиондаған қарашаның игілігіне бәрі де жасалып жатса, нағыз саяси реформа сол болатын сияқты. Бұл Тиек арнасы. Сіздермен болған Бақытнұр Ілібай. Арнамызға жазылып, қоңыраушаны басып, алдағы материалдарымызды көре отырыңыздар.